Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жалпы оқуды аяқтағаныма көп қуаныштымын. Мұнда көптеген тәжірибе алдық біз. Сонымен қатар көптеген дос, өмірлік достарымызды таптық, әрдайым қасымызда жүретін. Және де ең үлкен плюсы ол ең қызықты студенттік шақты сыйлай біледі қазу. Болашаққа жоспар магистратураға қазуға түсу. Қазу маған үлкен достықтың мекенін берді, таусылмас шексіз білім берді, абырой берді. Одан қазгуды бітіру ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін іс деп білемін. Болашақта қазгуда магистратура, одан кейін докторантураны аяқтап, Қазақстан Республикасы үшін қызмет ету. Мен осы кешті қаншама уақыт күттім, себебі қазгудың бүткіл жаңағындай осы кештерінің барлығы да жоғары деңгейде өтетінін барлығы біледі. Сондықтан да осы кешті тағатсыздана күттім. Және де онымен қоса мен бакалаврды бітіріп жатырмын ғой, туризм мамандығы. Енді алдағы уақытта міндетті түрде магистрді тек қана қазгуда оқитын ойым бар, себебі қазгудың тек қана кештері ғана емес, сонымен қатар білімі де әрқашан деңгейде. Қазну ең алдымен мен үшін өте ыстық ошақ болып табылады, себебі мұнда менің көптеген достарым бар. Менің шығармашылыққа деген бір жаңа лебімді ашқан универ болып табылады. Сондықтан да қазгу маған ең алдымен таныстармен шығармашылыққа деген жаңа дем берді. Қазну маған ең біріншісі білім, әрине. Өте одан кейін жақсы орта берді, керемет орта сыйлады. Одан кейін маған мықты активистикалық ортаны сыйлаған осы қазну. Сол арқылы біраз опыт алдым десем болады. Сол арқылы қазнудың намысы басқа да жерлерде қорқып, солай орын алып жүрген жайым бар. Мінекей соның жемісі. Бәріне сәлем, есімім Диас, мен осы Қара Шаңырақтың журналистика факультетінің студентімін. Оның ішінде кино және медиа мамандығы студенті, яғни кино сыншымын болашақ. Қазгу өте керемет естеліктермен мәңгі есімде қалады. Қазгу маған мөлдір махаббат, сезім сырын және терең білім берді. Қазгу саған үлкен алғыс. Қазу жалпы ерекше білім ордасы болып табылады мен үшін де. Өте ерекше орта. Менің факультетім география және табиғатты пайдалану факультеті. Сонда 4 жыл білім алып, осындай үздік студент ретінде бітіріп жатырмын. Және де арт-центр вокал орталығының вокалисті болып, осындай үлкен ортада керемет өнер көрсетіп, жоғары деңгейде жүргенім осы қазудың арқасы деп ойлаймын. Қазу әрқашан жасай берсін. Өте керемет университет, барлықтарыңызды осындай шақырамын. Кешенді өте жоғары деңгейде өтті, әрине. Біз Қазақ ұлттық университетінен осыны күткен болатын. Бізде сәйкесінше ол өз дәрежесінде, өз нәтижесінде жоғары, керемет көңіл күйде нәтижелі өтті деп айтуға болады. Әрине, барлық студенттер де барлығымыз өте қуаныштымыз. 4 жыл осы білім шаңырағында оқыдық. Құдай қаласа алдағы уақытта да магистрды да, докторантураны да ары қарай осы Қазақ ұлттық университетінде жалғастыру ойда бар. Қазу Қара Шаңырақ бұл менің студенттік шағымның өте қызықты өтуіне себепкер болды. Және де жақсы орта берді. Ең бастысы болашағымды айқын көретін, және де алдағы уақытта достармен араласатын бір орта қалыптастырдым десем де болады. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітіріп жатырмын. Бұйыртса алдағы уақытта магистратураға түссем деген ниет бар.